Алматы облысы Алакөл ауданы Ақжар ауылы. Таңжарық бөбекжай балабақшасы балапан мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі Исеева Мадина Сержанқызы. Ұйымдастырылған оқу қызметі сауат ашу. Тақырыбы Ö дыбысы мен әріпі. Балалар, бүгінгі оқу қызметімізде сендермен сөздердегі дыбыстарды ажыратып, белгілі дыбысы бар сөздерді табамыз. Олай болса, шаттық шеңберін орындап алайық. Желбір етіп жалауды, қызықтырам талайды. Қырандай самғаймын, жұлдыздай жайнаймын. Таудай биік боламын, көбелектей қонамын. Жарайсыңдар. Мінекей, мынау Ö дыбысы. Дауысты дыбыс. Яғни қызыл түспен белгіленеді. Бүгін біз сіздермен әліпбиді оқуды бастаймыз. Бұл кітап әріптер мен сөздердің сиқырлы әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар мұқият зер салып қараңыздар. Ö әріпі. Ö әріпі. Үкі. Үкі. Үңгір. Үңгір. Үйрек. Үйрек. Үй. Үй. Үстел. Үстел. Үтік. Үтік. Тамаша балалар. Ал енді сергіту сәтін орындаймыз. Орнымыздан тұрамыз, алақанды ұрамыз. Бір отырып, бір тұрып, тез шынығып аламыз. Ойын үні қайнан табамын. Ойынның шарты суреттегі заттарды атап, Ö дыбысы бар заттарды айтамыз. Күн, жүзім, нан, күрек, ағаш, көлік. Жарайсыңдар. Күн, күрек, жүзім сөздерінде Ö дыбысы кездеседі екен. Олай болса, келесі ойынымызды ойнайық. Білеміз бе деп аталады? Балалар, суреттерге мұқият қарап, суретте не бейнеленгенін атаңдар. Үкі, үйрек. Жарайсыңдар. Үкі, үйрек, Ö дыбысынан басталып тұр. Келесі Ö дыбысы бар. Буынды қайталап айт. Үн, үн, үн. Үй, үй, үй. Үш, үш, үш. Үр, үр, үр. Тамаша. Ал енді оқу қызметімізді бағдаршам әдісі арқылы қорытындылаймыз. Егер оқу қызметі түсінікті болса, жасыл түсті таңдаймыз. Ал көмек қажет болатын болса, сары түсті таңдаймыз. Түсінбедім десеңдер, қызыл түсті таңдаңдар. Тамаша, жарайсыңдар. Бүгінгі оқу қызметіміз осымен аяқталды. Сау болыңдар балалар.